Жүрегіңіз отан деп соқса, ұлттық мәдениетіміз бен рухани құндылықтарымызды, асыл мұрамызды құрмет тұтсаңыз, төмендегі байқаулар сіз үшін. Педагогикалық ғылымдар академиясы қоғамдық бірлестігі, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы қолдауымен жастар мен шығармашылық топтар арасында мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында бірнеше байқаулар ұйымдастырады. Сіз қазақ халқының рухани болмысының, мәдениетінің, дүние танымының тұғыры биік асыл мұрасы не екенін білесіз бе? Әрине, ол күй құдіретін түсінетін, тыңдарманына көңілжете жеткізе алатын дарынды жастардың шығармашылық ұжым оркестрлері арасында республикалық күй құдіреті атты мега байқау өткізіледі. Қатысып, бағыңызды сынап көріңіз. Әр елдің мәдениетін театрына қарап тануға болады. Тарих, тағдыр тамаша сомдалып, көрерменіне киелі сахна арқылы жол тауып, ұлтын, тілі мен мәдениетін құрметтеуге баулысын десеңіз, соған өз үлесімізді қосамын десеңіздер, келесі байқау сіздер үшін. Республикалық театр, хор номинациясындағы көркем өнерпаздардың фестиваль байқауы таланттарыңызды шыңдап, тәжірибелеріңізді алмасуға мүмкіндік берері анық. Мен қазақ тілін қаншалықты білемін деген сауалға жауап іздесеңіз, қызықты да танымдық квест ойынға қатысыңыз. Тілге деген құрмет, халыққа деген құрмет. Квест ойын сізге қазақ тілінің мәртебесін асқақтауға үлес қосуыңызға, қаржылай марапатқа ие болуыңызға мүмкіндік береді. Тіл тағдыры әрқайсымыздың қолымызда. Мемлекеттік тілдегі жазбаша сауаттылық дағдыларыңызды дамытып, жазбаша сауатыңызды арттыруды ойлап жүрсіз бе? Арнайы оқу курсына барайын десеңіз, қаржы мәселесі қинайды ма? Жауап біреу. Онда сіз біздің тегін жазбаша сауаттылық дағдыларын арттыру курсына қатысып, үздік нәтиже көрсетіп, бақ сынағаныңыз үшін жүлдені иеленіңіз. Егер сіз мемлекеттік тіліміздің жанашыры болсаңыз, оны жетік меңгерсеңіз, қазақ тіліндегі дебат турнирден тыс қалмаңыз. Қазақ тілі Қазақстанда тұратын, оны отаным деп қабылдайтын азаматтардың тілі екенін дәріптеймін, дәлелдеймін десеңіз, осы мүмкіндік сіз үшін. Жүлде қоры: бірінші орын 300 мың теңге, екінші орын 200 мың теңге, үшінші орын 100 мың теңге. Құрметті қазақстандықтар, егер сіз қоғам дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, онда біздің байқаулар сіз үшін. Толығырақ ақпарат біздің әлеуметтік желілерде.